Ертеде бір кедей болыпты. Оның 5 ешкі, бір қара тоқтысы және бір құла аты болыпты. Кедей ешкілері мен тоқтысын байдың қойына, атын байдың жылқысына қосады екен. Бір күні азынап тұрған боранда бай 5 ешкі мен қара тоқтыны, құла атты өз малынан бөліп, елсіз күнсіз айдалаға айдап жібереді. Ұлый соққан боран, үскірік аяздан бүрсең қаққан 5 ешкі бір тасқа келіп ықтайды да, тас жарғанның бүршігін күрт-күрт шайнап тұра береді. Қара тоқты бишара оларға ере алмай, енді өлдім-ау деп маңырап тұрғанда, тап қасынан бір түп көкпек көрініпті. Көкпектің түбіне келіп, теуіп-теуіп кеңейтіп, бүрлерін бырт-бырт шайнап жата беріпті. Жал құйрығына қар тартқан, қабағын қалың мұз жапқан, әрлі-берлі көп шапқан, құла ат қамыстың арасындағы бетін көбік қар жауып қалған бір құдыққа күмп етіп түсіп кетіпті. Оқыранып, осқырынып, қайшылап тігіп құлағын, жұлып жеп ернеу құрағын күрт-күрт шайнап, о да тұра беріпті. Сөйтіп, кедейдің бір малы ақ боранның астында қараңғы түнде айдалада қалыпты. Боранмен бірге құтырып, арна ашылған аш қасқыр жем іздеп келе жатып, қара тоқтының дәл үстінен түсіпті. Қара тоқты, сені жеймін, депті қасқыр. Ағатай, мені жеме, ана жерде 5 ешкі тұр, соны же, депті тоқты. Жарайды, депті де қасқыр аузын ақсита түсіп 5 ешкіге жетіп келіпті. 5 ешкі, мен сендерді жеймін. Қасеке, бізді жеме, ана жерде жалы құлағынан асқан құла ат құдыққа түсіп жатыр, соны же, депті 5 ешкі. Жарайды, депті қасқыр. Құлағын түкірейтіп, арқа жүнін сыртқа теуіп, құла атқа келіпті. Құлат, мен сені жеймін, депті қасқыр. Сен қасқыр едің, мен ат едім, ең болмаса, мені мына құдықтан шығарып алып, батпағымды тазарт, артыма шығып отыр да, бір аят оқы, сонан соң же, онсыз да өлгелі жатырмын ғой, депті құла ат. Жарайды, депті қасқыр. Құла аттың құйрығынан мықтап тістейді де құдықтан шығарып алады. Аяғымен тырналап батпағын тазалайды. Енді әрі қарап тұр да иманыңды айта бер. Мен Құранды келістіріп оқимын да, келістіріп тұрып сені жеймін, депті қасқыр. Құла ат құлағын жымырып, артқы аяғын бауырына алыңқырап тұра беріпті. Ен дала, айсыз түн, азынаған боранда өзімнен басқа батыр жоқ деп, даңғойсыған бөрі құла аттың артына шығып, шоқиып отырады да, молдаларға ұқсап, екі көзін шарт жұмып, өзінше әндетіп, ұлый бастайды. Аңдып тұрған құла ат қырындай түсіп, көз тастап, артқы аяғымен дәлдеп тұрып, қасқырдың шықшытынан періп кеп қалады. Шықшыты сынып, екі көзі алдына ағып түскен қасқыр қылшиып жатып ұлыйды. Қара тоқтыны жемеген қобылан басым, ау! 5 ешкіні жемеген бағлан басым, ау! Құла атты құдықтан суырып алған палуан басым, ау! Артынан шығып Құран оқып, көз жұмар молда ма едім, ау! Осыны айтады да қылшиып жатып өледі. Ертеңіне таң атып, боран басылған соң, кедей бір төбенің басына келіп, былай деп малдарын шақырыпты. Ой баласы қоңырым, ұя бұзбас момыным, шопан ата түгілі қоша қаным, қайдасың, пұшайт. Жүнін жылса бақырған, ешкі атасын шақырған. Өрісте өскен жануар, шөкетайым, қайдасың, шөре. Жолға шықсам көлігім, жапанда жүрсем серігім, қамбар ата өсірген құла атым менің, қайдасың, құрау. Бұл дауысты естіген соң құла аты қар бұзып, 5 ешкі шұбап жол салып, қара тоқтыны соңдарынан ертіп, аман есен иелерін тауыпты. Кедей малдарын әкеледі де жылы қораға кіргізіп, астарына жайлап, көн төсейді, пішен мен жемге тойғызады. Олардан көрген білгендерін сұрайды да әңгімеге әбден қанып болған соң, сен неге басыңды сауғалап 5 ешкіні саудаға салдың,
деп Қаратоқтыға кінә қойыпты. Мүйізім болса өскен жоқ, буыным болса қатқан жоқ, өзім жалғыз әрі әлім келмейтін болған соң, солардан бір зауал болар деп бес ешкіге жіберіп едім, деп жауап беріпті Қаратоқты. Сендер неге өз бастарыңды сауғалап құла аттың басын саудаладыңдар? Депті бес ешкіге. Сіздің құла атпен талай рет қасқыр соққаныңызды білеміз. Сондықтан ер қанаты ат еді ғой, бір зауал содан болар деп едік. Онымыз дәл келді, әйтпегенде аш қасқыр бәрімізді жеп қоятын еді, депті ешкілер.